Баршаңызға қайырлы күн. Бұл видеода мен сіздерге үйде дәмді және жұмсақ синнабондар пісірудің қарапайым әдісін көрсетемін. Ең алдымен жұмыртқаға қантты саламыз, тұз саламыз, сөйтіп жақсылап араластырамыз. 450 грамм ұнға ашытқымызды саламыз, араластырып, ортасын кішкене ашып, жұмыртқамызды саламыз. Ерітілген майды құйып, жылы сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Қалған ұнымызды біртіндеп салып отырып, жұмсақ әдемі қамыр илейміз. Ыдысымызға кішкене сұйық май жағып, қамырымызды саламыз. Бетін жауып, 2 есе көтерілгенше жылы жерге қоямыз. Шамамен 1 сағаттай. Мінекей біздің қамырымыз әдемі болып көтерілді. Қамырды 4 бұрыш етіп жайып, видеода көріп тұрғандарыңыздай конвертке орап, қайтадан бетін жауып, тағы да 10-15 минутқа қойып қоямыз. Ал енді қамырымызды осылай 4 бұрыш формада жұқа етіп жайып аламыз. Бөлме температурасында еріп тұрған майымызды жағамыз. Корица мен қантты араластырып, бетіне осылай бір кекіретіп сеуіп шығамыз. Қамырды рулет сияқты ораймыз. Шетін видеода көріп тұрғандарыңыздай біріктіріп аламыз. Енді теңдей 12 бөлікке бөлеміз. Қалауыңыз бойынша одан көп бөліктерге бөлсеңіздер де болады. Синнабондарымыздың астына осылайша сәл ғана ұн сеуіп, формаға бір-бірінен алыс етіп орналастырамыз. Формаға орналастырған соң, бетін осылай қолмен басып-басып жібереміз. Сол кезде қамыр тек қана жоғарыға емес, біркелкі болып, үлкен болып көтеріледі. Бетін жауып, тағы да 30-40 минутқа қоямыз. Сол кезде қамырымыз тағы да 2 есе көтеріледі. 180 градусқа қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіреміз. Синнабондар алтын түстес болып пісіп шығу керек. Синнабондарымыз дайын болғанша кремімізді дайындап алайық. Ол үшін сүзбелі ірімшік, сары май және де қант ұнтағын араластырамыз. Сүзбелі ірімшігімізбен май міндетті түрде бөлме температурасында болу керек. Мен секілді венчикпен араластырсаңыздар болады, немесе миксер қолдансаңыздар да болады. Дайын болған синнабондардың үстіне кремімізді әдемі етіп жағып шығамыз. Мінекей керемет синнабондарымыз дайын болды.
Синнабондар өте жұмсақ, хош иісті және ерекше дәмді болып шығады. Мен көрсеткен өлшемдер мен заңдылықтар бойынша сіздер де дайындап көріңіздер. Видеоны аса лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.